Каналыма қош келдіңіздер. Айлық жұлдыз жорамал мерген мамыр айына. Мамыр стрелеці Юпитердің әсерінен өмірге деген үміт артады. Сіз серіктесіңізден барынша назармен қамқорлық күтетін шығарсыз, бірақ көңіліңіз қалуы мүмкін. Сіздің серіктесіңіз сізге сенеді және сіз үшін алаңдаудың қажеті жоқ екенін де біледі. Өйткені сіз бәрін өзіңіз шеше аласыз. Бұл ай сонымен қатар жаман әдеттеріңіз туралы ойлануға және олармен күресуге тамаша уақыт. Алғашында бұл қолжетімсіз болып көрінгенімен, бұл сізді және сізді жақсырақ ілгерілететіні сөзсіз. Қаржы. Егер сіз өзіңізді мансабыңызда прогреске жеткіңіз келсе, үйдегі басшыларыңызды тыңдаңыз. Көп жағдайда өз қалауыңыз бойынша әрекет етпеңіз. Кейде сізден бұрын болған адамдардан басшылық алу жақсы. Гороскоптың мансабын болжау сіздің көшбасшылық қабілеттеріңіз сізге менеджердің позициясын алатындығын көрсетеді. Жалпы сіз жақсы болуға көңіл бөлесіз. Кейбіреулер өз жұмысын осы айда өзіне жүктелген басқа мансаптық жолға аудару үшін қалдырады. Денсаулық. Айдың басында нағыз сәттілік күтеді. Егер сіз түбегейлі өзгерісті күтпесеңіз, тосын сүйет үлкен болады. Сіздің махаббаттарыңыз әлі зерттелмеген көкжиектерге ұшып келеді. Сіздің астральда аспаныңыз ашық және сіздің басыңызда бұлт жоқ. Сіз жаңа ақпарат пен тәжірибеге ашық боласыз. Осы айда сіз үшін 3 топқа бөлінеді. Отбасы. Біріншісінде көбірек сізде ерлі-зайыптылардан қалыпты шиеленісу кезеңде ұрыс-керіс пен дау-дамаймен күресіп жатқандар. Бірақ ешқашан ажырасуға ниеті жоқ. Өйткені астындағы сүйіспеншілік күшті. Екіншіден, олардың орнына серіктесімен байланыстыратын сезімнің мәнін қайта ашатындар және махаббаттың басым мастығын сезетіндер. Үшіншісі, ең азы, енді шыдай алмай қапасқа айналған бұл оқиғадан құтылуға шыдамайтындар. Жұмыс. Атқыштар нысанға қарай қатты қозғалуда және оларды ештеңе тоқтата алмайтын сияқты. Осы от белгісінің астында толған адамдар үшін мамыр айы ең өнімді айлардың бірі болады. Жақын адамдар мұны тез байқайды, тіпті сізден үлгі алу мүмкін. Бұл сізге ұнамды болады, бірақ менмен мінез-құлықтан аулақ болуға тырысыңыз. Мансап. Жұмыс істейтін адам тиімді жұмыс істеп, жақсы лауазымдарға көтерілу мүмкін. Сіз сондай-ақ жұмыс орнын көтеруге және көбейтуге үміттене аласыз. Бірақ басшылармен қарым-қатынаста абай болыңыз. Сондай-ақ, сіз ілгерілеу жолында кішігірім кедергілерге тап болуыңыз мүмкін. Сондықтан олардан сақ болыңыз. Бірақ сіздің шешендігіңіз сізді сәттілікке жетелеуі керек. Қарым-қатынастар. Мамыр айы үлкен найзағай айы немесе үлкен қателік айы болуы мүмкін. Бір сөзбен айтқанда, фиаско үшін қобалжымау және жұлдыздармен қателесуден сақ болған жөн. Бұл кезеңнің анық болмауы сіздердің шынайы махаббатты іздеушілерді тұрақсыздандыруы мүмкін. Олар жерге жүгіруге бейім болады. Мүмкіндікті жіберіп алудан қорықпай, көбірек уақыт бөліп, оны кейінге қалдырыңыз және бақылау үшін терезенің алдында тұрғаныңыз жөн. Махаббат шын болса, гүлден гүлге шыбылықтамайды. Ақша. Олар қажет болу сезімі жақсы көреді. Нәтижесі, сіз тістеріңізді қысып, күлімдеп, бұлшық еттеріңіз жанып, тер моншақтары тамшылататын сәтті күтесіз. Екінші жағынан, сіз күш салудың қажеті жоқ әдемі сәттерді аңсайсыз. Сіз қазір өзіңізді емдеуіңіз керек. Саяхатқа шығыңыз немесе дүкенге барыңыз. Қиялыңызды қазір еркін іске қосып, тыйымдарды тіпті жатын бөлмеде де еркін түрде өңдеңіз. Айдың ортасында сіз өзіңізді әдеттегіден де тартымды сезінуіңіз мүмкін.
бұл сіздің қарым-қатынасыңызға сенімді көзқарас әкеледі және жаңа тәжірибе жинауға көбірек орын береді. Сіз өзіңіздің мінсіз келбетіңізге қамқорлық жасау арқылы оны нығайта аласыз және бұл шынымен де керемет комбинация болуы мүмкін.